ана Астанада парламентте отырғандардың, ана депутаттардың, мына телеарнада отырған суайттардың, ана облыстық аудандық қалада отырған суайттардың бәрі шпион. Алматы қаласының әкімі Тоқаевқа емес Путинға отчет береді, есеп береді. Астана қаласының әкімі Путиннің алдында құр жорғалайды. Үңгірдегі ұлтшылдық дейтіндер сол Путиннің кадры. Евразия экономикалық одағына кіріп алып, сол орыстың бүкіл қоқыр-қоқсығын, азық-түлігін алып, балаңа, армияға, мектептегі, докторханаға тұтас орыстың шошқа етін қосқан сиыр етін беріп отырғандардың бәрі. Орысқа электрді Шығыс Қазақстаннан 6 теңгеге сатып, Батыс Қазақстаннан 19 теңгеге сатып алып отырғанның бәрі шпион. Шошқа бағуға қой баққаннан көрі, жылқы сиыр баққаннан көрі бәленесе артық субсидия төлеп отырғандар орыстың шпионы. Бүкіл телеарна медианы тұтасымен орыстың КГБ-сына бақылатып, Алматыдағы телеарналарға дейін Мәскеуден келген маман бақырып шақырып билеп отыратындар сол орыстың шпионы. Екі тізгін бір шылбырды орысқа ұстатып қойған шпиондарды өзіңнің айналаңнан тапшы. Ай даладағы мына бүкіл жер әлемнің апшысын қуырып отырған Трампта қай жетекелеріңнің басы бар қазақтар түсінбеймін. Бұл қазақ өзінің жағдайын жасап болып әшейін. Бұл қазақтың уайымы жоқ, қайғысы жоқ. Көйлегі көк, қарны тоқ, тоқал көп жаңағы. Сөйтіп, бұл қазақ енді Америкадағы шпионды ұстағы шекенде. Сонда Америкадағы 13 ба, 15 бана, 20 ма барлау қызметі қайда қалды. Сонда CIA неғып қазақтардан кеңес алмай қалды. Бүкіл жер әлемде Африкада бір-бірімен махаббаттасқан екі маймылға дейін архиптестіріп отырған CIA. Анау Аустралияда екі құмырсқа бір-біріменен соғысып қалса, соны бақылап барлап отырған Американың шпиондық мекемелері. Сонда солар білмей қап, ана ағылшынша қелеу-мелеу екі ауыз сөз білмейтін қазақ енді шпион ұстайтын бақ қапты. Ей, жыласың ба, күлесің ба, білмейсің де. Бұл қазақтың барлығында жаңағы бір шпион анықтағы, шпион білгіш синдром бар. Осы 2000 жылы Қазақстанға келе қалғанда Қытайдан келдік десек, Қытайдың шпионысың ба дейтін. Соны таңырқап қала, бұл адамдардың барлығы сондай саяси санасы жоғары, кез келгеннен күдіктен патриоттықпен тәрбиеленген екен ғой деп ойлап қалсақ, жоқ, әшейін әліпті таяқ деп білмейтін, орыс сұраса қатынын бере салатын, қатының жетіспеді десе қызын қосып беретін арсыздың бәрі Қытайдың шпионсың ба дейді. Біз Қытайдың зұлымдығын айтып, Қытай ертең жаулайды, ойбай, Қытайдан сақтану керек деп жүргенде, әлгілер Қытай деген жаман деп жүрсе, сөйсек ол Қытайды жаман деп орысты мақтап жүрген есек бастар екен. Енді біз әлі сол Қытайдан сақтан, Қытай деген шайнамай жұтады, Қытай ішіңе кіріп жұтады, Қытайдың жаңағы жұмсақ күшінен қорқу керек деп біз өмір бойы сол Қазақстанда сол Қытайдан сақтануды айттық. Енді қазір бүкіл қазақтың сол кезде бізді Қытайдың шпионсың ба дейтін есек басының барлығы өзі шауып барып Пекинге барып Ши Цзиньпиннің алдында тізелеп отырып, өздері біз шпионыңыз болайықшы деп Қытайдың шпионы болып, күні түні телеарнасында да, газет журналында, медиасында блогерлер ойбай Қытай керемет екен деп Қытайды мақтайтын болды. Біз далада қап қалдық, бізді китайский шпион дейтін есек бастың бәрі өздері қазір мақтанышпен төс белгілерін тағып, Қазақстанда Қытайдың елшілігінің шағанына барып, майға екі қуырылған шошқаның сан етін жеп, мәз болып, Қытайдың бақашаянын жеп, ана көз бақырайған әнші, ана көкми, суми, топас әртістерінің бәрі Қытайға барып, ана бақаның шашлығын жеп, мақтанып, қуанып, 77 әкелерін тіріліп келгендей болып, Қытайды дәріптеп жатыр. Ано Шымкенттен өмір көрмеген аттап, арғара екі аттап Ташкентке барып көрмеген сорлы есек бас қатын Қытайға барып, ойбай, Қытай дамып кетіпті дейді. Ано Ақорданың байлаулы күшігі дос көшім, ойбай, Қытайдың саунасы күшті екен, қонақ үйінің ішінде бассейн бар екен дейді. Бұл түк көрмеген сорлы құлқытанның тұқымы,
түк көрмеген сорлы атасында жарымаған құлғытанның тұқымы енді Қытай қалтасына 2 теңге беріп қойса, Қытайдың құлы болып кетеді. Тексіздік, сорлық. Содан бір кезде біз ойбай деп 16-17 жылы Қытайға қарсы күресті бастадық. Қазақстандағы Қытай экспансиясына біз қарсы тұрдық. Біз. Соны аспанға шығарған бізбіз. Қытай дейтін империяның зұлымдығын айтып, Қазақстанда соны дабыл қағып, жүйелі түрде қарапайым халықтың санасына сіңірген бізбіз. Бізден бұрын қарсы тұрушылар болды, бірақ біз құсап соны жоғарғы шыңына жеткізе алған ешқайсысы жоқ. Біз Қазақстандағы Қытай экспансиясына қарсы тұрған. Біз оның ең басымыз демейміз, бірақ соны ең шырқау шыңына шығарған бізбіз. Теріс деп көрші, аузың қисайып қалсын. Сол кезде бізді әлгі қазақтар тоның бір сәтте терістен көріп алды да, ойбай, бұл Россияның шпионы. Россия енді мұна орысша білмейтін, өзі Қытайда туып өскен қазақты пайдаланып, анти-қытайлық толқын тудырып, қытайофобия, синофобия тудырып жатыр деді. Кім айтты? Айдос Сарымдар айтты. Абзал Құспандар айтты. Синофобия тудырып, ойбай, синофобия тудырып. Қытай деген біздің көршіміз. Бол деген сол ең соңында қазақты Қытайдан қорқытып, Россияның қолтығына шығармақшы. Біздің нұр тұлғалы, Нұр Сұлтан басшымыз деген Қытай мен орыстың ортасында тепе-тең ойнайды ғой дейді де. Ойбай, сөйтіп біз әлгі жерде 16-17 жылы Россияның шпионы болып кеттік. Россияның шпионы болып, әлгі бере салды сыртымыздан. Мына Қытайды қауіпті дейтіндер, синофобияны Қазақстанда тудыратындардың ар жағында Ресей КГБ-сі тұр дейді де. Міне. Қақ әкеңді дедік содан. Содан біз айттық. Қазақтың Ресеймен ең ұзын шекарасы бар. Қытаймен 1700 шақырым шекарасы бар. Ресеймен 7000 ба сондай шақырым шекарасы бар. Қазақтың іргесіндегі Ресей де Қытайда өмір бойы қазақты көктөтпей, көгертпей келе жатқан ел дедік. Сөйтіп едік бізді тарс еткізді де Американың шпионы қып қойды да. Өмірімізде ол американдық шпиондық мекеменің есігі қайда қарайтынын, төрі қайда екенін білмейтін бізге Алматыда жатты да, бұл қазақтар сақ еткізді де, жамбасқа бірді қойып, Американың шпионы деген куәлікті бере салды. Ай, бұл қазақтар бар ғой енді, білмеймін. Екі ауыздың айтып қойсаң, Саудияның шпионы қып жүреді. Ойбай, түркі бірлігі, қырғыз бір туған, түрік кардаш деп қойсаң, бітті, Түркияның шпионы қып жүреді. Енді мұна жақта жатып, ана, биттеп кеткен көрпесінде борбайын қасып жатып, мұна жақта ақ үйде алтынға оран күміске күптеліп жатқан Трампты Ресейдің шпионы дейді. Сонда Путин деген сондай құдіретті, ол Америкадағы ақ үйге дейін шпионын президент қып қояды. Путин деген енді құдай емес, құдайдан былай емес те, былай қарасаң, тағы да сол пай. Орыс не деген мықты, ойпырай Американы алақанында ойнатып отыр екен дейді. Қазіргі қазақ тілді аудиторияны қарасаң, анау жаңағы неше түрлі ажуа сурет, ана Путин келе жатыр, ана саршалды итқып жетектеп апты, бір желкесіне мініп апты, атқып мініп апты, ананы итқып кәдімгідей шынжырлап жетелеп апты. Ой, сонда мына жер әлемді ашса алақанда, жұмса жұдырығында, сол ана Кремльде отырған есек бас сол ұстап отыр екен. Бұлайша айтқанда, тағы да орыс күшті, орыс қуатты, Путин енді кәремет, ойбай, орыс, жер әлемде орыс билейді деген бір аңызды, ақылға сыймайтын аңызды жасап жатыр екен. Мен бұл қазақтардың саяси сауатсыздығын көріп, күлдім де. Мен Трампты 100%, ойбай, ол судан тұнық еді, сүттен ақ еді, осы заманның пайғамбар еді деп мақтамайым да. Ол да бен де. Ол да егер Назарбаевтың орнына Қазақстанға отырса 30 жыл отырайын, елбасы деп атаңдар деп, ол да отыратын еді. Бірақ Америкада отыр. Сол екінші мерзімде отыр. Оны үшіншіге сайлатпай жұлып алатын Америкада жүйе бар. Міне. Мен үнем біраз айтам ғой.
Мысалы Құлыбаев сатып алдылар, Америкада болса түрмеге отыратын еді, бірақ Қазақстанда туып қалғандықтан миллиардер болып отыр. Міне. Илон Маск Қазақстанда болса, Құдай біледі, сол политехте Еуразияда IT-дан сабақ өтіп жүретін, кредитін төлей алмай жүрген бір бейшара болатын еді, бірақ Америкада болып, әлемге әйгілі миллиардер болып отыр. Міне. Мен соны айтам. Назарбаев Америкада болса, мүмкін педофил деп өмір бойына сотталатын беді. Құлыбай ұрлықпен қайта-қайта жаңағы үздіксіз жасалған ұрлығыменен ол ұзақ жылға отыратын еді. Міне Америка. Мен бір нәрсені қайталап тұрып айтам. Орыс тілді пропаганда және батыстық медиалардағы солшыл лептис глобалистердің үгіт насихатына сеніп, Трампты Путиннің шпионы жасап алғандардың барлығына тек күліп және мүсіркеп қарауға болады. Күліп және мүсіркеп қарауға болады. Солардың бірде-бірі ағылшын тіліндегі медианы, немесе Трамптың Твиттердегі жазбасын өз тілінде өзі түсініп оқи алатындар емес. Оқыса да аудармамен әрең оқиды. Бірақ шпион жасауға дайындалып қалады. Бұл енді тәуелсіздік алған, аталмыш фейк тәуелсіздік алғанына 30 бәлен жыл болса да, санасы тәуелсіз болмаған қазақтың бейшара аталмыш желікештерінің желігі. Мен мұна желі қолданушы, әлеуметтік желідегілер деген сөздің бәрін қазақша бір сөз жасай салдым. Бүгіннен бастап қолданыңыздар оны. Желікеш. Негізі мен кеше жаздым оны. Желікеш болса, желідегі жұлдыз болып отырғандардың барлығын желікеш деңіздер. Қазақта арақкеш деген сөз бар ғой, арақкеш деген сөз бар. Соған желіні қосамызда желікеш дейміз, мысалы. Арбакеш деген сөз бар. Міне сол желікеш. Енді мұна ежелгі ескі қазақ тілі грамматикасында мұна кеш деген сөзді ойбай Ираннан, Парсыдан келді деген сөз бар. Оттаған сөз. Мұна кезінде сәбет сасыған тіл ғалымдарының біразы қазақ тілінің ескі түркологтық, ескі түбірін түсінбеді де қазақ тіліндегі біраз сөзді ойбай Ираннан келген анау мынау дейді. Оттаған сөз. Мен айтам. Желі кеш дегенде кеш сөз, арба кеш дегенде кеш сөз. Мен бұны жаңағы салар дейтін мына халық бар. Олар саларлар 11-12 ғасырда Орта Азиядан көшіп Тибетке барып, Тибеттің үстіртінде паналап аман қалған түркі халқы. Мен осыларменен, саларлармен ішкі Қытайдың Хынан өлкесінің Жыңжу, Кайфын қалаларында солардың қалал асханасынан тамақ ішіп отырып танысып қалдым. Бұл жаңа эраның 2009 жылы болатын. Сонда олар әйел кісіні әйелкеш, еркек кісіні еркеш, тағы бірдеңе кісіні бірдеңе кеш дейді. Бұл кеш деген сөз не десем, адам деген сөз дейді. Яғни біздше айтқанда кісі. Яғни арба кеш деген сөз арба және адам, яғни арба сүйрейтін адам. Арақ кеш деген арақ және адам, яғни арақ ішетін адам. Олардың әйел кеш дегені әйел адам деген сөз екен. Кеш деген сөз біздің сөз бойынша кісі, яғни олардың дыбыстауы бойынша түркі тіліндегі с мен ш өзара ауысады. Қазақ жақсы дейді, қырғыз жақшы дейді. Тура сол с мен ш түркі тілінде өзара ауысқандай, кісі деген сөзді олар кіші дейді. Кіші дегендегі қысқарып, сонымен арба кеш болып отыр. Ол арба кісі. Арба кешің арба кісі, арақ кешің арақ кісі. Кісі баяғы. Енді желікеш деген сөзді қостық. Сосын блогер деген сөз жүр екен. Оны айтарман деңіздер. Мынау желідегі жазумен жазатын блогерлер бар. Оны жазарман деңдер. Айтарман, мен кеше бір пост салдым, желідегі айтарман, жазармандар деп. Сол блогерлерді айтарман деңіздер. Ал енді. Мен сол қалың айтарман, жазарман желікештерге Америка мен Украина саясаты туралы батыстық солшыл лептис глобалистерге уланбай және орыс пропагандасын уланбай, тәуелсіз қазақтың миымен ойланып, тәуелсіз қазақтың көзімен қарауға кеңес беремін. Ендеше тағы бір қызық нәрсені айтайық.
Трамп пен Зеленский бірі біраз жіберіп қойды. Бұдан ілгері біз екі тікелей эфир сөйледік. Сол тікелей эфиріміздің соңғысы керемет көрілді. Бірақ Трампты мен дұрыстап түсіндірген оның алдындағы эфирімді көрушілер аздау екен. Себебі дәл бүгінгі эфирім сияқты түннің бір уағында уақытсыз уақытта сөйлеген едім. Бірақ мен онда Трампты әдемілеп тұрып түсіндірген болатынмын. Сол лекцияма назар саларсыздар. Ол лекциямның кәдімгідей мәні де мағынасы да басқашалау лекция. Бұл арада мен оны қайталамай, содан жұртқа түсінікті болсын деп отыр. Мысалы, бірінші лекциям Зеленский Трампқа қатты айтты деген лекция. Екінші лекциям қысқа нұсқа саяси шолу деген, мына ортадағы қысқа нұсқа саяси шолу деген лекциям. Осы лекциямды қайталай тыңдасаңыздар, Трамп туралы әлгіндегідей өсек айтпаған болар едіңіздер. Енді Зеленскийді Трамптың сынағаны шын. Зеленскийді Трамптың сынағаны шын. Оны диктатор деді, халқының қолдау 4%-ға жетпейді деді. Ол ақ деді, көк деді. Ол Американы ешқашан жеңбейтін соғысқа сүйреп салды деді. Ақалай деді, көкалай деді. Тіпті Трамп сынаған кезде енді оның қасында атқосшысы болып жүрген Илон Маск те бос қалмай, ойбай, бұл халқы соғыста қырылып жатқанда, анау Америкада бірдеңе тайым ба бірдеңе деген журналға қатын екеуі әрі бері сәнден фотоға түсті деп Илон Маск тұрып қалды. Бірақ Илон Маскке түсіністікпен қарауға болады. Құдай оған IT саласына, аспанға ракета ұшыруға, ұшырған ракетаны қондырып алуға, жердің астында туннел қазуға, электр көлік жүргізуге, аспанға 60.000 жаңағы Starlink жасанды жер серігін ұшырып, бүкіл жер шарын Wi-Fi мен қамдауға, оған қысқасы ондай ми бергенімен, бірақ ол жігітке 2-3 салада ми бермеген. Біріншісі ол саяси сауатсыздау жігіт. Ол баяғыда Тайвань не Қытайға қосыла салмайды. Ана Украинадағы орыстар жасайтын жерді Ресейге бере салмай ма деген сөзді айтып, бүкіл дүниені дүр сілкіндірген. Мүмкін сол кезде біреу барып, мүмкін оның компаниясындағы әжетхана сүртіп жүрген біреу барып, Илон Маск мырза, бұл жерде мынандай нәрсе бар, Украина баяғыда Совет құрамында болған деп оған біраз тарихтан сабақ өткен болуы мүмкін. Солай ма деген болуы мүмкін ол жігіт. Енді адам сондай болады, біреудің бір салаға ми істесе, екінші салаға мүлде ми істемейтін, ол қалыпты құбылыс болады. Мысалы, Эйнштейн дейтін ғалым кісі болған. Ит бағыпты дейді. Содан екі иті бопты дейді. Бірі жуан дәуіт, екіншісі кішкентай, жұдырықтай қанден бопты дейді. Сөйтсе, бір ит қора салыпты да, оған екі жағынан екі есік ашыпты дейді. Көршісінің баласы, кәдімгі ойын баласы Эйнштейнге таңырқап кеп, Эйнштейн мырза, сіз неғып екі есік аштыңыз десе, Эйнштейн айтады дейді. Үлкен есік үлкен итке, кіші есік кіші итке депті. Содан ана бала жатып кеп ойланып тұрып, құрметті Эйнштейн мырза, үлкен ит сиятын үлкен есіктен мына кіші итіңізде сияды емес па депті. О кіші итке бұл арнайы бір есік ашпай-ақ, бір есік ашсаңыз болды емес па, үлкен есік бір ашсаңыз үлкені де кішісі де сияды ғой деп айтыпты. Енді осыдан қарасаңыз, сонда әлгі әлемге әйгілі математик, физик, мынау салыстырмалы теорияның үлкен теориясы, кіші теориясын тапқан Эйнштейн басын жатып кеп қасып тұрып, математикалық жиын топтау тұрғысынан қарағанда сенің сөзің таразы басады деп айтыпты дейді. Көрдіңіздер ма? Енді ондай аңыз жетеді, ол Эйнштейн ғой. Оған не істесе де келісіп тұр. Бала күнімізде көп оқитынбыз. Эйнштейн жаңа сақалын алып жатты дейді, сулай сап сақалын алып дейді. Сөйтсе көршісінің баласы кепті дейді. Жаңа Эйнштейн ақсақал, сақалыңызды алғанда сабын жақсаңыз, жаңа сақалыңыз оңай алынады депті дейді. Эйнштейн бетін жаңағы қырынғышпен қырып апты дейді. Содан сабын жағып барып алса кәдімгідей алып. Содан әгі балаға таңырқап қарап тұрып, сабын жаққан кезде жаңағы кедергі күш азаяды екен ғой, үйкеліс азаяды екен ғой, физикалық тұрғыдан сенікі дұрыс деп айтыпты дейді. Міне сондай, Илон Маск те сондай. Оның жаңағы Зеленский халқы қырылып жатқанда қатынекі фотоға түсті деген сөз енді Илон Маск айтатын сөз емес қой. Бірақ сондай ол сондай. Оның басы сақылдап, мысалы, елдер 2 айда, 3 айда әрең есептейтін есепті ол бітіп отыр ғой, жауабы 5 емес па деп айта салады да, ол сақ-сұқ өткізіп. Біз баяғыда сондай болдық, математика, елдер деген бір доска жетіспей, 2 доска шешеді есептің жауабын ауызша айтатынбыз.
Ол сақылдап тұрған, көзімізден лазер шашып тұрған жас күнімізде математика, физиканы солай шаққанбыз. Енді ол туралы мақалаларымыз да бар ғой, бәленбай біз ғылыми мақалада жаздық жас күнімізде. Енді Эйнштейн кімге? Илон Маскке бола, ойбай, Илон Маск Зеленскийді бүйтіп айтты деуге келе ме? Бірақ ең қызық жері, мәселені Трамп жіберген Келлог шешті. Кеше Зеленский Келлогпен болған келіссөзінің сәтті болғандығын айтты. Ал Келлог Зеленскийдің твиттерін бөлісіп, және бөліскен твиттерінің үстіне Зеленскийді аспанға ұшырып тұрып мақтады. Енді оны жерден жеті қоян тапқандай болған батыстың блогерлер, ойбай, Келлог пен Трамп бір-бірімен келіспей қалды. Келлог Трампқа қарсы сөйлеп кетті. Трамп Зеленскийді жаңа диктатор, анау-мынау деп жаңа қаралаған кезде Келлог алып оны аспанға ұшырып мақтады деп дүрілдеп кетті. Енді осыдан мен бір нәрсе түсіндірем. Саясатта біреу қатты айтып, біреу жұмсақ айтатын болады. Мысалы, үйде әкеміз өмір ұрыспайды. Біз өзімізді айтайық, бір үйде басқаша болар. Біздің әкеміз өмірі айтпедің, бейтпедің деп ұрыспайды. Бірақ шешеміз, әкелерің білсе қиын болады деп өмір бойы бізді әкемізбен қорқытып келді. Бірақ екеуі кейін ер жеткенде білдік, екеуі астасып ап, пландап ап, сен қабағыңды түйіп жүре бер, мен сен айтып қорқытайын деп, енді екеуі бір келісім шартқа отырғанда баяқ, әкелерің білсе қиындап қояды, бәтті, біз шошып кетеміз да. Кейін ер жетіп, осы жаңағы 20 нешеге келіп, қыз іздейтін жасқа келіп, жаңағы гормонымыз тасып, көзімізден лазер жарқ-жұрқ етіп, жан-жақта скайнерлеп жүрген кезімізде біз ана жерге барып келейік десек, шешеміз рұқсат бермейді. Бірақ бір қулық таптық. Әкемізден сұрасақ, әкеміз мақұл барып кел дейді. Сөйтсек, бала күннен қорқынышты көрсетіп жүрген әкеміз ондай қатты адам емес екен. Шешеміз бар ма дейтін жерге әкеміз бар деп қалады да. Сонда кей жағдайда бізде қуласпайды. Бұл жерде Трамптың Зеленскийді диктатор анау-мынау деп жаңағы айтуындағы мақсат, мен Мексикамен шекараны бейтем, Мексикаға бәлем пайыз салық салам, Канадаға түген пайыз салық салам дегенде, Канада шошып кетіп 1,3 миллиард доллар бөліп, енді Америка Канада ортасындағы Қытай есірткісі фентанилді арнайы тексеруге 1,3 миллиард доллар бөле қалды. Яғни Канададан енді 1 грамм есірткі өтпейді. Әркімнің дамбалына дейін шешіп, тексеріп, қадағалап, әрбір өткен поселкені тексеріп, қадағалап, итке иіскетіп отыр. Америка аман қалды ма? Аман қалды. Одан бұрын Қытайдың есірткісі шейін тонналап Америкаға өтті ме? Өтті. Күніне 300 адамнан өледі. Бір айда Америкада тек фентанил есірткісінен 9,000 адам өледі. Трамп тиді ма пышақпен кескендей? Тиді. Оңтүстік шекара, Мексикамен шекара. 98% адам тоқтап. Неге? 2% құжаты бар, заңды адам өтеді. 2% құжаты бар, заңды адам өтеді. Заңсыз адам өтпейді. Трамп тиді ма? Тиді. Кеден салығын алам дегенде Канада бұтқа жіберді ма? Жіберді. Тулап, бізде кеден салығы аламыз. Мексика бұтқа жіберді ма? Жіберді. Бізде кеден салығын аламыз деді. Сол кезде Қазақстандағы айтқыш, жазғыш, орыс тілді жаңағы желікеш, айтарман, жазарманның біразы, ой, Трамп дүниені бұлықтырды, өстіп кеден салығын алам деді. Енді Американың экспорты қиындайтын болды. Американдық бұршақ өндірушілер, бидай өндіруші, күріш өндіруші, американдық анау-мынау енді Мексика, Канадаға өтпейтін болды, дүниеге өтпейтін болды, айналасының бәрімен жау болды деді. Баяғыда Қытайға санкция салып еді, Қытай қарсы санкция салып еді, сөйтіп Америка зиян шекті, фермерлер ереуілге шықты дейді. Қытайға салған санкцияның соңы не болды? Қытай Америкадан алмаймыз дегенімен Бразилиядан алды. Бразилия бұршақ пен бидайды Америкадан алады, Қытай Бразилиядан алады. Қытай Америкадан алмаймыз дейді, Мексикадан алады. Ал Мексика Америкадан алып, Қытайға үстіне баға қосып сатып отырды. Сонда зиянды кім шекті? Американың мұртыда қисайған жоқ. Қытай шегіп отыр. Қытайдікі тек саясат, біз Америкадан алмаймыз дейді. Бәрібір Америка өндірген тауарды үшінші елден алып отыр. Сондықтан мынау халықаралық геосаясатта бірдеңке айтар жазардан бұрын
анау сен біраз ақпараттарды ағылшын тілінде, Қытай тілінде көретін, сосын мына Америкадағы медиалар, мынау демократтардың медиасы, мынау республикашылар, мынау консервативтердікі, мынау оң бағытта жазады, мынау асырып жазады, мынау жасырып жазады деп бәрін білетіндей тәжірибең болу керек. Болмаса ең жақсы бұл туралы ауыз ашпай үйіңе барып қойыңды баққаның абзал. Мен бір ұрттам шай ішіп алайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді Трамптың осы Зеленскийді сынаған диктатор деген анау мынау сөзінің аржағында оның да бас салып шекараны жабам, кеден салығын көбейтем деп Мексика мен Канаданы тізе бүктірген сияқты, ең соңында өзінің айтқанына келтірген сияқты оның саудагерлік тактикасы тұр. Осыны қарапайым адам түсінбесе енді таңырқамай қайтесің. Кеден салығын көтерем деді. Екеу де туылады. Екеу де біз де көтереміз деді. Ең соңында қайтты. Көтерді ме? Көтерген жоқ. Қайтты. Трамптың мақсаты фентанилді тиіңдер деді. Қытайдың тауары, Қытай сендерге келіп тауарын жаңағы өтіріктен бәрі 99% жасайды, бір тал бентін Канадада өндіріп, сосын ол бүкіл тауарды Made in Canada деп Америкаға сатады. Неге? Салықсыз өтеді. 99%-ын Қытай өзі жасап, бір тал бентін Мексикада өндіріп, Made in Mexico деп әгі тауарын Америкаға сатады. Мексика-Америка ортасында кеден салығы жоқ. Соны Трамп білмей отырма, саудагер біліп отыр. Алды да жабам деді. Жабам, салықты көбейтем деді. Бік, екеуі де тотиып қалды. Неге? Мексиканың да, Канаданың да күні Америкамен. Екі елде Америкамен сауда жасап қана күн көріп отырған ел. Олардың тәуелсіз экономикасы өз бетіне Америкасыз қалыптасқан жоқ. Енді міне жерде Трамптың Зеленскийді диктатор анау мынау дегенде де тура осындай тактика тұр. Саудагер алдымен саған $1000 дейді. Саудаласып берсең ең соңында $200 ма $300 береді. Бұл саудагер. Оның үстінде Трамп сияқты саудагер. Ол жылжымайтын мүлік саласындағы саудагер. Ол да жылжымайтын мүлікте дегенде біреудің бір ескі үйі тұрады. Сен анау үйлерді микрорайонмен сатып алып шағасың. Шағып қопарып таста, астынан бәлен қабат, сосын жердің үстінен түген қабат саласың. Ол әкесінен қалған ескі үй болғаннан кейін, ол да әкесінің құнын сұрайды. Ал бұның барлығы не? Келіссөз. Келіссөз болғанда сен ана үйді өзің ойлап отырасың. Мысалы, $1 миллион сатып алатын үйді. Бірақ сен бағаны қоясың, мен ұзасы 200 мың берем, жоқ, қабырғасы сынған, терезесі әйткен, анаусы биткен, мынаусы биткен, мынаны құлатудың өзіне түген ақша кетеді, мына әр квадрат метрін шағу үшін, мынадағы кәбілді алу үшін, ана қоқсығын тасу үшін битем, мен оның үстіне үй салам десем, қысқасы сенің мына үйің мынау дейді. Сен есебін көрсетесің, қирап тұр, бұны шаққанға қанша кетеді, мына үйіңе тұрудың өзі жарамайды деп есепті көрсетесің, сақылдатып көрсетесің. Сен өзіне де айтасың, сен шағуға, мына қабырған, бір қабырға шағуға, мына екі бөлмеңнің ортасында бір қабырғаны шағуға, сен жұмыс шақыршы қанша болады екен дейсің. Соны ол жаңа қарап көрсе, расында сондай бүкіл үйді есептеп көр дейсің. Содан анау өсіп, мен неге алам, мен сауда, осындай нарықтағы бағасын жарайды, біреу егер үйіңізге тұрам десе бейтіңіз, сатыңыз дейді. Трамптың мақсаты сол саудагер. Зеленскийді диктатор анау мынау дегендегі мақсаты да Зеленскиймен екі жақты ымыраға келу. Ол қысқасы міне Зеленский енді Келлогпен аяқ астынан ымыраға келіп, Келлогпен екі жақты келіссөзіміз керемет сәтті болды деп Зеленскийдің сөз жаза қойының аржағында не тұр? Келлогтың оны Трампқа қарамастан оны аспанға ұшырып мақтауының аржағында не тұр? Бұл жерде Трамптың тағда үлкен, мега үлкен жобасы тұр. Ол жоба орыстың онсыз да шипасы бітті. Трамп біздің жоспарымыз бойынша, сіздің қалауыңыз бойынша, біздің аржағындағы ойнап тұрған нәпсіміз, қалауымыз, ұлттық мүддеміз бойынша Путинді дарға асып, өлтіріп, Ресейді қиратып, мә башқұрттар тәуелсіз ал, мә ноғайлар тәуелсіз ал, мә қазақтар ана баяғыдағы Орынборды, жаңағы Томскіні, Сарытауды, Қаратауды, Астраханды алыңдар, қазақтар баяғыда ата-бабаларың мықты болды екен ғой, бейшара, сосын өздерің нашар болып қапсыңдар, ата-бабаларың сондай
мықты болып та, бірақ өздерің нашар болып қапсыңдар, алыңдар деп, қазақтарды оятып, жаңа, ай, бетіңді жу, ой, тур мына, біз омбыны алып бердік мына. Омбыны ал, ойбай, Орынборды ал, ойбай, деп, қазақтарды таңертең жұлқылап жүріп оятып, жаңағы, аузынан перагары шығып, алқаш болып, жаңа түнде барып, тағы бір Есекбас, Нұртаспа, Құртастың концертін тыңдап, Шыңғырбайдың концертін тыңдап, мас болып үйіне келіп жатқан, менің ата-бабам деген деп отырған қазақты оятып, ей, мықты ата-бабаңның баяғыда Астана құрған Орынборы, омбысы міне ала ғой деп, бізге жерімізді алып береді деп қиялдадық та, расында да. Сөйтіп тәтті қиялдадық та, біреу келсе ғой, шіркін ай деп. Қазақтар қиялдағанға жақсы да, бите, шіркін ай, баяғыда бір бақсы болған қазақтар желмен бірге аспанға ұшып кетіп, Марсқа ма, оның ар жағына ма, бір ғарышқа ма барып, үлкен мемлекет құрып, империя құрып, содан ғарыш кемесіменен ұшып кеп, біздің жер шарында қазақ дейтін туысымыз бар деп бізді құтқарса деп, қазақтар қиялдай береді. Бұл қазағың деген қиялдай береді. Қиялдай береді. Мысалы, қазақтың еркектері, кез келген еркегін қара, енді 100 десем ұят болады. 90 еркек, бұтында бүтін дамбалы жоқ. Ана сасық қатынына жылында бір моншаға саудаға ертіп бара алмайды. Ол қатынан, қыз күнінде баяғыда ана ескіреп, тозып кеткен фото қарап, өзінің қыз болған есін амаса, ана баяғыда суық өтіп, табаннан суық өтіп, ревматизм болып ісініп іркілдеп кеткен қатынына бір көйлек алып бере алмайды. Сол үйленген кезде бір көйлек алып берген, сонымен жүр 40 жыл. Сөйткен ыңыршағы шыққан үрер киітті сығарға биті жоқ қазақ, мен тоқал алам дақпады да, боқболат қиылық деп. Боқболат қиылық дейді да, ана. Мен тоқал алам дақпады. Бір қатын асырамай жүреді. Міне бұл қазақтың қиялпаздығы, қиялкештігі. Қазақтар осындай қиялкеш. Реал өмірге қарамайды да, реал шындыққа бите, бір көзін бите, ашып битіп қарамайды да, отырып қиялдай береді. Неге? Тоқал алу деген Назарбаевтың, Боқболаттардың қазаққа тоқалдық сананы сіңдіріп, өздері 1% халықтың қанын теспей сорып отырған 1% қанішерлер, ана 99% ыңыршағы шыққан кедей қазақты масқаралап, соларды өз ішінде өзімен өзі бытқып өмір сүрсін деп шығарып, сахнаға шығарып қойған тема. Тоқал деген. Ол тоқал деген Назарбаев Боқболаттың патенті. Ол ана жанын баға алмай жүрген, жетіс алмай жүрген сорлы қазақтың темасы емес. Бірақ жаңа сорлы қазақ онысына қарамайды. Тоқал алам дақпады, қатының жүйкесін жұқартуға керек те ол нәрсе. Онсыз да жүйкесін жұқарып, онсыз да баласын тәрбиелей алмай, жетіс алмай, басқа қатын өзінен көбірек киіп қойды, жақсы киіп қойды, Дубайға барып қойды, жетіспейді, үйдің кредиті бітпеген, анау қыз ажырасып кеп қайтып келді, ішіме сыйған қыз сыртыма сетіп, оны әкеп алды, ол 10 миллион теңге кредит алып ап, тойды жасап ап, ол қатын кетіп қалды. Қазақтың өмірі сол да, мысалы, битеп жүрсең қазақтың өмірі сол да. Оған қарамайды, әкесі жаңағы тасталқа мына жақ үйреп жатыр, не болғанда қарамайды, тоқал алам дақпады да. Міне қазақтар реал өмірде мына реалист емес. Реалист емес да. Сондықтан қазақтардың бәрінде психологиялық ауытқу бар. Стокгольм синдромы бар. Өзін қорлаған, өзінің жоқшылықты өтуіне, жастық өмірін қор қылған, бірақ жауыз өзіне зәбір тиген, тікелей немесе жанамалай зәбір тиген адамды қарап тамсанады. Ай, Назарбаев істеп қалды деп тамсанып отырады. Сол Назарбаевтан грамм пайда көрген жоқ. Керісінше Назарбаев оның өмірін қор қылды. Қазақтар сондай да. Қазақта өте көп. Жаңағы қорлық көрушілігі болатын жалтақтық ауру, биполаризм, шизофренизм жетеді қазақта ондай. Аурудың бәрін айтсаң қазақтарда жетеді. Жаңа біреу өзіне жамандық істейді деп өзінен күдіксініп тұратын, анау жамандық істейді. Біреу қазаққа барып өзінен бір жақсылық істесең, ол ойлап тұрады. Мына неге бүйтті, ә? Бұл мені бірден етпекші ма дейді. Сен бар қазаққа өліп, әкесін де көрмеген, 77 әкесі жасамаған жақсылықты жасап, әлгіні сөйтіп отырсаң, біреу кеп сұрайды. Ей, абайла, бұл сені бітеді сен деді. Бітті болды әлгі сен балады да. Қазақ ауру, сөздің шыны бар ғой. 100 қазақтың 99 десем артық болар. 98 ауру, психологиялық ауру.
Сен оған жылда түйе соғым беріп отырасың, бір күні біреу кеп бір тауықтың әшкісін, ей бейшареме тауықтың санын жеші десе, әгі сенің 10 жыл түйе соғым бергеніңді ұмытып қалады да, әгі тауық берген бейшараны Құдай көріп жалпақтап кетеді. Сенің 77 әкесі жасамаған жақсылығың сенен көріп отырады да, сенің жауыңмен дос болып, тойына шақырып оған құда деп жаңағы тон жауып отырады да. Әкесі жасамаған жақсылықты жасаған адамды қазақ жек көреді де, бірақ тілі тәтті біреуді қазақ жақсы көріп кетеді. Ауру емейне. Ауру емейне. Ата жұрттан әкесін де көрмеген, ботасын да көрмеген жақсылықты көріп отырып, ата жұрттың өсегін айтқан есек басқа, өзіне көк тиын пайда тигізбеген есек басқа сеніп, соның жетегінде кететін есек бас қазақты көріп көрдік. Ата жұрт бейне жылан шағып, енді ала жұртты көрсе шошитын деңгейге жетіп қалдық қой біз. Ата жұрт жаман қорқақ болып кеттік та. Біз ана қазаққа да жақсылық істеп, мына қазаққа да жақсылық істеп, жақсылықты бізден көрген қазақ өзімізге қарап үріп, әбден зәтте боп, одан 100 мәрте ант су іштік. Бұдан кейін қазаққа жақсылық істесек, жаңағы атымызды теріс қояйық деп ант су ішіп алып, тағы бір қазақ жылап келсе жақсылық істейміз. Қазақтарда психологиялық ауытқу өте көп. Бұл не? Қорлық көрген халықтарда ауытқу көп болады. Мен тура осы сөзді бір Джойттың үлкен профессор, саясаткер кісінен естігем. Ол айтады, Джойттың бәрі психологиялық ауытқыған дейді. Мен аңтан қалдым, ой, жер әлемдегі бүкіл ғылым, ана психологияның атасы бәрі сол Джойттан шығады ғой десем, неге психологияның атасы Джойттан шығады? Джойттарды ауытқу ең көп емес па дейді. Қалай десем, тарихтан бері қуғын, сүргін, өмір бойы жиясың, бір диктатор кеп тартып алады, өмір бойы жақсы өмір сүріп келесің, бір саясат өзгереді, құртып жібереді, ана елден мына елге, мына елден ана елге өмір бойы жаңағы қашып пысып, қаңғылестеп өмір сүресің, сосын Джойттың бәрінде ауытқу бар дейді. Өз-өзіне сенімсіздік бар дейді, депрессия бар дейді, анау бар, мынау бар, көп нәрсені айтты. Міне, ол кісінің бір сөзі бар болатын, жаңағы оптимист Джойттың бәрі Америкаға қашып келді де, жаңағы депрессник Джойттардың бәрі Америкаға қашып кеп, Еуропада тек оптимист Джойттар қалды дейтін бір сөзі бар болатын. Енді Зеленский мен Трампқа келейік. Ақыры жарасыпты. Ақыры бірін-бірі деп, деп болып жарасыпты. Міне, саясат деген осы. Қазақтар сондықтан асығып шпион іздемей, мына сәбеттен қалған сасық аурудан арылып, дүниеге бір тәуелсіз ойменен, тәуелсіз баспен ойланып, жаңа қазақ айтады ғой, 10 өлшеп бір кес дейді ғой, 10 өлшеп бір кескендеріңіз абзал. Ал міне шайымызды болдық, бір кесе шай іштік, енді дұрыстап отырып лекциямызды бастайық. 41 минут сөйлеп, біраз қыздық. Жаңадан бері мына қызу бой қыздық. Енді лекцияны бастайық. Бойымыз қызды біраз, жаттықты жаңа. Спортшыларда, боксерларда жаңа алаңға шығарды, алдымен жұлқынып біраз жаңа қызады ғой. Енді жібердік әңгімені. Бастайық па енді лекцияны онда? Бастайық па? 41 минут кетті. Бастайық онда. Онда мен міне жерде сіздерге қаратып отырып, біраз әңгімені жіберіп кәп жіберейін. Енді ол әңгіменің қызығы мынау. Володимир Зеленскийдің бір күн бұрын жазған твиттер мен сіздерге аударып жеткізейін деп отырмын. Бұл жігітте енді мықты жігіт. Қанша айтқанмен мықты. Міне, мына твиттерде тұр міне. Твиттерінде Зеленский былай жазыпты. A day intense international work. My meeting with General Kellogg was one that restored hope, and we need a strong agreement with the US. Agreements that we all truly work. Міне жерде сөзін қарап отырсаң, сөздің астында сөз бар. Халықаралық жұмыстармен өткен маңызды дейді. Бұл жерде айтады, менің Келлогпен болған келіссөзім дейді. Қайтадан үмітті рестор қылды. Рестор деген қайтадан кеп жүрегімізге салды дейді да. Бұл сөзінің мағынасы енді өте керемет, ары қарай мен тәптіштеп тұрып аударып берейін. Бұл дейді, өте қарбалас бір халықаралық қызмет күні болды. Менің Келлог генералмен болған келіссөзім дейді, бізге қайтадан үміт ұялатты дейді.
Біз дейді, Америкамен дейді, келіссөзді қайтадан жасауымыз керек дейді. And we need a strong agreement with US дейді. Америкамен дейді, өте күшті, strong деген, қуатты деген сөз. Қазақтың жетекесінің тілімен айтқанда, сильный деген сөзді. Қазақтардың 77 әкесінің тілімен айтқанда, сильный договор. Ми, надо сильный договор деп тұрды. Енді мен түсінікті қылып жіберіп айтайын, енді бәрімізге түсінікті тілменен. Маған ғана емес. Америкамен осындай керек дейді де. Және дейді, бұл келісімді не дейді? Ол шын мәндегі жаңағы өнімді келісім дейді. Шын мәндегі өнімді келісім дейді. Мен дейді, өзімнің қызмет тобыма дейді, енді орысша айтқанда командама дейді, бұйрық бердім дейді, өте шұғыл түрде дейді, және өте саналы түрде қызмет істеуге тапсырма бердім дейді. Өте шұғыл түрде дейді. I have instructed my team to work quickly and very sensibly дейді. Мен тимді дейді, мен бұйрығыма instructed деген инструкция, орысша айтқанда. Мен дейді, оларға инструкциялық кеңес бердім дейді, very quickly дейді, тез дейді, және very sensibly дейді. Әдетте sensibly деген сөздің бір мәні сезімтал. Бірақ міне жердегі мәні ақылды, сезгір өте бар. Енді бұл сөзді мен сіздерге неге бұл sensibly, неге пайдасы бар, өнімі бар келісім деп отыр. Сонда Америкамен бұдан бұрынғы келісім өнімсіз болып беді. Бұны көп адам біледі не білмейді. Қандай Украинаның президенті Зеленский айтып отырған бұндай өнімі бар, пайда беретін келісім деген не? Демек, Украина өнімі жоқ, пайда бермейтін келісімге қол қойып қойды. Ол қай келісім? Қай келісім? Ол келісімге кезінде Назарбаев та қол қойды. Оны Будапешт келісімі дейді. Оны Будапешт меморандумы дейді. Ол тіпті контракт емес. Ол келісімде Қазақстан да, Украина да тотүйіп тақырға отырды. Назарбаев ол заманда ес-ақылдан жұрдай, өмір бойы ол сәбет сасыған сасық, жаңағы коммунист, барып кел деді, барып келеді, шауып кел дейді, шауып келеді, өз басымен ештеңке ойланбайды, Москвадан бұйрық түседі, соны атқарады, өз басымен тың идея ойлап тауып, мынаны әйтейік, ананы бейтейік деген ой келмейді. Сәбеттің қызметкерлерінде бір ерекшелік бар. Мекемеде бастық отырады. Ананы істейік жоқ, мынаны істейік жоқ. Не қылып отырсың дейсің ғой сәбетский бастыққа. Жоғарыдан бұйрық келеді, сол бұйрықты атқарамыз дейді. Ол өз ойымен, өз фантазиясымен, өзіне берілген мүмкіндікпенен бірден істей алмайды. Олардың барлығы тек жоғарыдан ресми телефон немесе құжат күйінде келген бұйрық болса, соны атқарады. Жоғарыда төменнен айтады, арыз жаз дейді. Арыз деген өтінішті арыз дейді. Арыз жаз дейді. Неге? Оны сен міне, ана жерде бәлен жерде дейді, бәлен жерде мына газ құбыры жарылып, халық газсыз қалды. Түген жерде жылу құбыры жарылып кетті. Арыз жаз дейді. Кімге арыз жаз? Сен қой осы ауылдың әкімі, ауданның әкімі. Арыз жазыңыз, біз қарастырамыз дейді. Сен оны жазбаша жазу керексің. Ана оқиға болып тұр. Елдер Америкада ол ел айтып ойбайлап, жаңағы бүкіл ел қырылып қалмай тұрып, ол әкім өзі іздеп тауып, мына жерде жарылып қапты, ойбай мына, немесе жарылмай тұрып жарылады екен деген мамандардың сөзімен әкім істейді. Бізде әкім отырады. Ана мысалы, оның ауылында 1000 отбасы бар дейік. 1000 отбасының ана газ құбыры жарылып кетіп, 1000 отбасы қырылып, апат болып өртеніп жатса, әкім отыра береді. Неге? Оған арыз түсу керек. Өтініш түсу керек те. Ана жақта жылу құбыры жарылып, 1000 отбасы мұз болып қатып алды, жаңағы кәдімгі мороженныйға айналып, көмгенде де сол ерітпеген күйі көміп тастаса да әкім отырады да. Неге? Арыз түсу керек те. Бұл сәбетский жұмыс жасау жүйесі. Мен айттым ғой, мысалы бір адам өліп қалды. Оп-ұқсас бір адам келе жатсыз. Келе жатқан кезіңізде бірдеңеге шалындыңыз, қарасаңыз, бір былқылдаған бірдеңе шалынып құладыңыз, сол кезде жарқ етіп, шырақ жанды да, сөйтсе сәбеттің 2 полициясы сізді ұстады. Бітті, сізді айтады, ана адамды сіз өлтірдіңіз дейді. Ой, мен келе жатқам, бітті, сіз өлтірдіңіз дейді. Сәбеттің заңы бойынша, сен енді сол адамды өлтірмегеніңді дәлелдемесең, сен өлтірген боласың, сотталып кетесің. Американың, Еуропаның заңы бойынша, сенің сол адамды өлтіргеніңді полицейлер дәлелдеп,
прокурор сотта мойныңа қоймайынша сен кінәсіз. Сен кінәсізсің. Нақтылы тікелей айғақ болмаса, Еуропа, Америкада адам соттамайды. Нақтылы тіке айғақ болу керек. Біреу соны өлтіріп жатқан көрген куәгер болу, істегені дәлел керек. Оның жаңа механизмі, гипотезасы дәл келу керек. Жоқ. Сәбетте өзін ақтауды халықтың міндетіне қойып қойған. Яғни халықтың бәрі алдымен бірінші кезекте қылмыскер, сосын ары қарай өзін ақтай алғаны құтылады, ақтай алмағаны сотталады. Бұл сәбеттік жүйе. Ал Америкада оның қылмыс жасағанын анықтау мемлекеттік құзырлы мекемелердің міндеті. Халық бірінші кезекте қылмыссыз. Бірінші кезекте қылмыссыз бітті. Құзырлы мекеме оның қылмысты екенін дәлелдемесе, ол қылмыссыз. Ал сәбеттік жүйеде тұтас халық қылмыскер, кез келген қылмыскер, ұстап алда қылмыскер. Енді ол өзінің қылмыссыз екенін анықтау, дәлелдеу керек. Міне. Мына екі жүйенің функциясы ұқсамайды. Міне жердегі Будапешт келісімі деген келісім бар. Америкаға бұл Будапешт келісімін кезінде Назарбаев қол қойды. Сол замандағы Украинаның президенті қол қойды. Бұл Будапешт келісімін кейін Назарбаев о кезде жаңағы үрергейті сығарға биті жоқ кез Түркияға барғанда ұшағына кәрәсін құятын ақшасының жоқ екендігін айтқан кез Назарбаев сол ең алғаш мұнайын, газын, сосын қатыны қазақтың жетімін сатып сөйтіп барып бұлар ақша тапты ғой. Сосын ары қарай жей бер, топас қазақ мақтай берді, жағымпаз қазақ мақтай берді. Өңкөй сәбет сасыған депутат, сәбет сасыған әкім, сәбет сасыған ақын, сәбет сасыған жазушы, сәбет сасыған журналист. Біреуінің басы демократиялық ұғымға келейін демейді. Ең соңында сол Назарбаевты қанішер, зұлым, жаңа тойымсыз бір дию қылып жасап шықты. Назарбаевтың кінәсі жоқ. Назарбаев қылған сол орта, сол халық. Назарбаевқа мәудей алмаған қазақ. Оның ішінде сен де барсың, мен де бармын. Сол Назарбаевты жасады. Назарбаев сол тойымсыз, қазір тіпті қара ниеті қабынған Назарбаев, Америкаға келсе, $1 ұрлай алмайтын еді. Қор болатын еді, бармағын шайна. Мына Америка оңбаған екен, Конгресс оңбаған екен, журналистерді оңбаған екен, елбасы деп сыйламады. Бір пиза сатып алатын, бір пицца сатып алатын, бір тауықтың сирағын Макдоналды KFC-ді артық жеп алайын десе, $1 ақша ұрлай алмай бюджеттен қор болатын еді Назарбаев. Міне, бұл жердегі әңгіме осы. Енді бұл жерде Будапешт келісіміне Назарбаевта қол қойды, сол кезде Украинада қол қойды. Бірақ Будапешт келісімі екі елді де алдап соқты. Будапешт келісімінде Ресей, жаңағы Америка қол қойып, дүние жүзінде аяқ астынан пайда болған екі атом қаруы бар елді, Украина мен Қазақстанды алдап соқты. Мысалы, Украина туралысын айтайық. Қазақстанмен де тура сондай келісім болды. Онда не дейді? Украинаның территориялық тұтастығына кепілдік беріледі, қандай да бір атом қаруы бар елден шабуыл жасалған жағдайда Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы Америка тарап кіріседі деген меморандум. Бірақ қандай кіріседі? $1 бере ма? $1 миллиард бере ма? Бір тал ескі пулемет бере ма? Бір тал ескі танк бере ма? Жоқ, F-16, F-35 бере ма? Ең соңғы озық үлгіде қару беріп көмектесе ма? Әскер жіберіп территориясын қорғай ма? Ал айтпаған. Яғни ол заманда сәбеттің әлгі Мәскеуден келген бұйрықты ғана атқарып отырған есекбас басшылар, сол замандағы Украинаның есекбас басшысы, сол замандағы Қазақстанның есекбас басшысы Назарбаев, олар о заманда ол өтіп Америка, Еуропамен келіссөз жүргізетіндей деңгейге жетпеген. Яғни олар сол Москвадан келген бұйрыққа ләббай бегім деп қол қойып отырған есектер олар. Шешеңді тірдей қақтап, шашлық қып, жаңағы істік шаншық алып кел десе, Назарбаев жаңағы ләббай бегім деп қол қойып үйренген есек бастар, сөйтіп Будапешт келісіміне қол қойды. Кейін Назарбаев қарны тойып, ақыл кіріп, қарасы Еуропа, Америкада жаңағы топырақтан иленген адамдар, шик үстемген адамдар, оларға да бүйтіп пара беріп, жаңағы Тони Блерге $5 миллион, $6 миллион беріп, өзіне кеңес шығып қойды. Англияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блер деген бар. Соған сөйтіп Назарбаев өзіне кеңес шығып алды. Ол Тони Блер Саддамның кеңесшісі болған, ол Каддафидің кеңесшісі болған, Назарбаевтың кеңесшісі болды Тони Блер. Өз Тони Блерді кім кеңес шығыса, сол ең соңында өледі, арам өледі. Сөйтіп Назарбаев оған да ақша беріп қойды. Ақшаны кім жек көреді?
Ол айында енді қалайсың, халау Назарбаев деді. Назарбаев здрасти деді. Бол, соған 6 миллион доллар алып отырды, мысалы, Тони Блэр. Бірақ сол заманда, мысалы, Назарбаев кейін қарны тойғаннан кейін қараса, атом қаруын бекер бере сапты да. Біраз бұлданып, біраз қалың малын асырып, қызымыз әлі ержеткен жоқ, қызымыз ержетсін деп бұрынғы қазақ қызын бермей сарғайтып 2 жыл 3 жыл созатын. Ондай дәстүр мына шығыстың қазақтарында бар болатын. Біздің бала күнімізде қыз бен жігіт құдаласып қоя, соны 3 жыл 4 жыл жүріп алатын, қызын бермей. Қыз ержеткен жоқ, тақпайды да. Сөйтіп 3 жыл 4 жыл құдасынан соғым жеп отыратын шығыстың қазақтар. Сенбесеңіздер, шығыс жақтан келген қазақтардан сұраңыздар. Сөйтіп Назарбаев біраз құнын асырса болатын еді да, бірақ асыра алмай қалған бейшара. Содан әбден қарны тойып, биті семіріп, енді Назарбаев аларын алып қой, өзін Құдай деңгейіне жеткізіп қой, пайғамбарды атанып алды, соңғы кітабында жазып қойды. Енді Назарбаев қараса, бұл дүниеде оның енді жеткізбеген нәрсесі бар екен да. Сұлу қыз ба керек, жас немересіндей қызды алып қойды, сарай алып қойды, ақшаны Еуропа, Америка тығып қойды, бүкіл жер жүзіне қымбат үйлерді алып қойды. Енді оның енді былайша айтқанда адам болып мына жер бетінде көретін қызығының бәрін көріп қойды да. Бүйректі 100 мәрте Қытайға апарып ауыстырып қойды, 20-да 18-дегі жігіттің бүйрегін сап қойды да. Шейін мәлкілдеп отырған Назарбаевтың қайқаңдап жүрген жүрісі сол, ол барып сол айтады Қытайда қазақтан. Бүгін Қытайдың наймандарынан, наймандарынан. Соны ертесі айтады, наймандар дұрыс емес екен. Керейлердің бүйрегін салшы деп, Қытайдағы концлагерьде жатқан қазақтардың бүйрегін салдырып Назарбаевның қақшаңдап жүрген жүрісі сол. Болмаса немересіндей қызды тоқалдыққа ала ма ол? Сөйтіп Назарбаев бәрін асқан кезде қараса, Нобель дейтін нәрсе бар екен да, соны ала алмай қалған. Бармақты шайнады да, Нобельді алатын зат екен ғой, Нобель деген. Нобель бейбітшілік сыйлығы деген. Содан шалың енді бүкіл дүние жүзінде қайтып Нобель сыйлығын алу керек. Ойбай, бұрынғы Нобель сыйлығын алған 2 адам оған ұсыныс жасау керек екен. Мына кісі бүкіл адамзаттық деңгейде мәселелерді шешіп жүр. Осы кісіге Нобель сыйлығын беріңіз десе, содан Нобель ойланады екен да, Нобель сыйлығын беру комитет. Назарбаев енді физик емес, бірдеңкен ойлап тауып Айнштайн сияқты, ертең МС квадрат деп доскаға бір формула жазағап, Нобель физика сыйлығын алайын десе, ондай ми жоқ. Математик емес, Нобель болмаса да Нобельге ұқсас бір сыйлықты алатын. Химик емес, бірдеңе қоса салып бірдеңе жасай қойып ала қоятын. Ана түрікпеннің шизофрения коронавирустың кезінде қалың шөпті түрікпеннің шөбін қосып сөйтіп бір істеп кетті ғой. Ол да қиялиды, Назарбаевтан сөйтіп қиялдап кетті да, мысалы. Соны Назарбаев не деді? Нобельдің бейбітшілік сыйлығын алайын деді. Сонымен не істеу керек деді. Қараса Сирияда соғыс болып жатыр екен. Сирия келіссөзін ұйымдастыра қойды да. Қараса бүкіл дүние жүзінде діндердің таласы көп екен. Тарих адам болып, дін таласы жүр екен. Соны Назарбаев тарс еткізді де Астанаға пирамида соққызып, бүкіл діннің басын қоса қойды де. Мына жақта буддист деп буддист аңырап отырады. Ана жақта христиан қоңырауын соғып дарылдап отырады. Мына жақта мұсылман да азаны шақырып мына жақта тұрады. Мына жақта зікірші сопы селкілдеп билеп тұрады. Мына жақта тәңіршісі бірдеңе болып, қысқасы бүкіл діннің басын қосып бір жерде отырып мәселе шешетін қойды. Соны ары күтті, бері күтті, ешкім Нобель ұсынбады. Одан ақша беріп шешеннің баласына Нобель ұсыныңдар деді. Содан Ресейдегі шешендердің балалар ұсынды. Біз баяғыда қаңғығанда осы Назарбаев панасын алып, ана аш қалған қазақтарды үйінен қуып шығып, аш болсаң аш бола бер, қырылсаң өлмесең өмірем қап деп бізді қолтығына паналаттан Нобель берді. Аяқ астынан Пәкістандағы, Ауғанстандағы 1-2 өмір атын естімеген ұйымдар Назарбаевты Нобель сыйлығын ұсынды. Назарбаев Нобель ала алмай қалды да, енді қайтты. Баяғыда ақылы жоқ, ақша жоқ кезде өстіп атом қаруынан бас тартып едім, соны айтыңдаршы деді. Бірақ ол кезде өтері өтіп, болар болып, бояуы сіңіп болғанда. Қыз баяғыда байға тиіп, бала туып қатын болып кеткен ол кезде. Соны Назарбаев соны алып шықты ғой. Баяғыда Будапешт меморандумына қол қойып, атом қаруынан бас тартып, ана кім? Казафи $1 миллиард берем дегенде, бермеймін. Россияға берем деп, атом қаруын Россияға беріп еді. Міне. Енді осыған Нобель берді. Оған Нобель бейбітшілік сыйлығы комитеті бере ме?
О, баяғыда болар болып қойды. Баяғыда сен бағаласпай, саудаласпай қол қоя қойды. Сонымен ол Нобель бейбітшілік сыйлығын ала алмай, бармағын шайнап, қарс-қарс шайнап, сол ана жас тоқалын, сол құдай біледі, бір-екі рет жанынан жағып, сенің жолың болмады, қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деген, сенің аяғың дұрыс болса, мен Нобель алатын едім деп, ана тоқалын соққан болу керек енді. Міне, сол Будапешт меморандумы. Зеленскийдің мына жерде пайдасы бар, өнімі бар. Меморандум дегендегі әңгімесі осы міне. And we need a strong agreement with US. Agreements that we all truly work. Шын мәнінде жұмыс істейтін дейді. True деген жұмыс, шын деген сөз. Work деген қызмет. Шын қызмет істейтін agreement керек дейді. Келісім шарт керек дейді. Міне, ол бұл жердегі сөзі Будапешт меморандумын айтып отыр. Мен мына жерде арнайы өтініш бойынша, мынау денсаулық мәселесі бойынша төсек тартып жатып қалған Қайыржан ағаға баласының өтінішімен арнайы сәлем айтам. Қайыржан дейтін денсаулық сыр берген ағамыз ба, атамыз жатып тұрып біздің лекциямызды тыңдайды екен. Ол кісі енді төсек тартып жатып қапты. Құдай қуат берсін. Әш-Шафиғ есіммен сіздің денеңізге, ауруыңызға шифа берсін. Біліп және білмей істеген таудан үлкен, тастан қатты, теңізден терең күнәңізді мағфират есімен, мағфират етіп, кешірім етіп, сіздің ауырып жатқан тәніңізге Алла шифа берсін. Тұрып кетіңіз, аттай шауып кетіңіз. Қайыржан ағамыздың баласының өтінішімен арнайы дұғай сәлем жолдады. Енді Зеленскийдің екінші сөзін қарайық. Economy and security must always go hand in hand, and the details of these agreements matter. The better they are structured, the greater the results. дейді. Міне жерде қараңыздар, Экономика және қауіпсіздік дейді, мәселесі дейді. Экономика және security, қауіпсіздік мәселесі дейді. Must always go hand in hand дейді. Қолдан қолға өтеді дейді. Және бұл жерде дейді, оның детейлдері, оның дейді, нәзік деталдары дейді, осы келісімнің ішіндегі мәттір дейді. Яғни, нағыз айтатын зат сол дейді. Мына батыстықтар не зат дейді ғой? Бұл жерде мәттір деген сол батыстықтар айтатын зат. Сол агреементтің заты сол дейді. The better they are struck дейді. The greater the results дейді. Әрине бұл дейді, жаңағы бұл келісім дейді, оның құрылымы жақсы болса, өнімі жақсы болса, әрине жақсы дейді. Көрдіңіз ба? Туканың сөзімен айтқанда, малың болса жақсы, малың болмаса несі жақсы деді, тура сол сияқты. Егер оның өнімі болса дейді. Сосын Зеленский айтады. With General Kellogg, we discussed the frontline situation дейді. Біз генерал Келлогпенен дейді, алдыңғы шеп ситуациясында келістік дейді, сөйлестік. Біз дейді, генерал Келлогпен алдыңғы шеп ситуациясын, жағдайын сөйлестік дейді. Және Ресейде қамалып отырған барлық тұтқындарды босату мәселесінің маңыздығы туралы сөйлестік дейді. Және бұл арада біз дейді, анық сенімді қауіпсіздік келісім жүйесін жасаудың маңыздылығы туралы сөйлестік дейді. Және бұл жолғы соғыстың мәңгі бақи екінші қайталанбауы туралы, және Ресейдің ешқашан өмірлерді ойрандамау туралы сөйлестік дейді. Ресейдің дейді, ендігәрі дейді, өмірлерді дейді, тіршіліктерді дейді, ойрандамау туралы сөйлестік дейді. Яғни Ресей ендігәрі ешкімге зәбір тигізе алмайтын мәселелерді талқыластық дейді. Генерал Келлогпен. Келлог кім? Трамптың жіберген, Зеленскиймен сөйлесуге жіберген адам. Біз дейді, міне жерде бұл сөздің We all need peace. Ukraine, Europe, America and the entire world. We all need peace. Біздің барлығымызға бейбітшілік керек дейді. Украинаға, Еуропаға, Америкаға, тіпті тұтас дүниеге дейді. Көрдіңіздер ме? Зеленскийдің бұл сөзі керемет енді. Мойындайсың. Енді ең қызығын айтайын.
Кейс Келлог Зеленскийдің осы постын міне бөлісіп отыр. Әдетте саясаткерлер өзі тәуелсіз пост жариялайды. Елдікін бөлісу өте аз болады. Немесе оны тек деп қояды. Мысалы, президент Зеленский айтқандай деп атын атайды, немесе тектейді, кейде тіпті тектемейді, өз қарасын айтады. Бірақ Кейс Келлог Зеленскийдің твиттерін, яғни X платформадағы жазбасын бөлісіп отыр. Бұл Американың саяси сахнасында құбылыс. A long and intense day with the senior leadership of Ukraine дейді. Ұзын дейді. Және қарбалас дейді. Украинаның жетекші тобымен келісу дейді. Міне дейді, Украинаның жоғарғы жек басқарушы тобымен дейді, ұзақ және өте қарбалас бір күн өтті дейді. Сосын Зеленскийді тектейді. Зеленский UA деген Зеленскийдің Twitterдегі, X-тегі парақшасы бар ғой, қазіргі X. Соныменен кең ауқымдағы және актив дейді. Белсенді талқылардан кейін. Ол дегеніңіз шын мәнінде соғыс жағдайындағы төрт тарапынан қауіп төніп тұрғанына қарамастан ерекше батырлық және қайсарлықпен елін басқарып отырған басшы және оның таланты тасыған мемлекеттік басқару командасы бар басшы дейді. Келлогтың мына сөзін ол Америка тарихында бір елдің басшысын бүйтіп мадақтау өте сирек кезігеді. Оның командасына дейін таланты тасып тұрған дейді. Менің атамның сөзімен айтқанда, ақылы тасып, ақылы құлағынан көрініп тұр, ағып кетейін деп тұр деп мақтайды менің атам жарықтық мені. Сонда бүйтіп тұр да, былайша айтқанда, таланты тасып тұр дейді да, құлағынан ақылы ағып кетейін деп тұр дейді да, міне. Тасып бүйтіп тұр дейді да, міне. Көрдіңіз ба? A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussion with Zelensky дейді. The embattled and courageous leader of a nation at war дейді. Соғысқа, battle деген соғыс, embattled соғыс жағдайындағы дейді. Және courageous, өте ержүрек, батыр leader of the nation дейді. Соғыс кезіндегі мына nation деген мемлекет, ұлт деп қатар аударылады. Ұлттың дейді. Talented national security team дейді. Өте талантты ұлт қауіпсіздік қызмет тобымен сөйлестік дейді. Мынау Кейс Келлогтың мына твиттері сөздің шын мәніндегі Американың көзқарасы. Кейс Келлог, оның қолында Трамп егер солай жаз деген пермишні рұқсаты болмаса, Кейс Келлог Украинамен мәселені шешуге жіберген Трамптың арнайы адамы мынандай сөз жаза алмайды. Яғни мен бұл арада тағы қазақтарға айтам, Келлог пен Трамп бір. Трамп Зеленскийді сынағанда Илон Маск, жаңағы Айнштайн сияқты Илон Маск қосыла сынап жіберді, оның қатынымен қосып. Тұтас оның орынбасар жаңағы кім Джиди Вансты сынап жіберді, біраз адамдар айтты. Бірақ мәселені кім шешеді? Зеленский мен Кейс Келлог шешеді. Ал Кейс Келлог Зеленскийді мақтап алай жазды деген сөз, ол Трамппенен келісіп отырып жазып отыр. Яғни Трамп шекараны 25-30% салықты көтерем деп отырып, екі-ақ көршісі бар өзінің құрлықта. Бірі Мексика, бірі Канада. Екі көршісін тізе бүктірді ма? Бүктірді. Шекарадан келетін фентанилді 100%-ға жоқ тоқтатты ма? Тоқтатты. Мексикадан келетін заңсыз босқынды 98% тоқтатты ма? Тоқтатты. Тіпті 100%. Неге? Мексикадан келетін адам ағыны 98% қысқартқан. Көндірді ма? Көндірді. Яғни Трамп оның тілі екі қарсы. Ол алдымен асырып айтады. Ол жаңағы саудагер ғой. Ол алдымен жаңағы $1 миллион алмақшы болған үйін ол ұзаса 100 мың берем. Өллахи, беллахи, Құран ұстаман сушен $200 мың асса секір бөліп алам дейді. Бірақ ең соңында келісіп отырып $1 миллион алады. Анығында нарықта ол үйдің құны 10 миллион немесе одан да қымбат болуы мүмкін.
Трамп сол өзі пайда алатын бағасын біліп отырып, одан асырып отырып айтады. Неге? Трамптың кезінде командасы тарапынан мындай сөз шықты. Ресеймен келіссөзге отыру оңай. Себебі ол қаншама жерді жаулап отыр, және ол ымыраға келуге дайын тұр дейді. Бірақ дейді, өте соғыста ырықсыз жағдайда тұрып дейді, және Американың көмегіне иек сүйеп отырып, бірақ Украинаның адамдары талапты сонша ауыр қояды деген сөзде шықты. Осындай сөз шықты ол тараптан. Бірақ енді қара, бұл деген сөз, мен бұл жерде Трампты жаңағы ойбай, бүкіл осы қазақтардың қиялы бойынша, оның ішінде мен де қазақпын ғой, менің де қиялым бойынша, осы біз ойладық қой, мына мысалы тура халықаралық сотқа Путинді желкелеп, жетектеп, қол аяғын кісендеп, басына ажырғы кигізіп, абақтының ішіне салып, жаңа дарға сады деп. Трамптың бүкіл мақсаты Қытай. Қытайды кеңірдектеу, Қытайды тасталқан қылу. Мен алдыңғы күнгі лекциямда айттым, сондықтан мен бұл арада қайталамайым. Мен сол лекциямды жұртқа қайталай тыңдап алсаңыздар, мен соның мәні мен мағынасын сіздер түсінген болар еді деп айтам. Жұрттың бәріне міне қысқа нұсқа саяси шолу деген лекциямды көруге тағы бір айтам. Трамптың мақсаты шын мәнінде Қытай. Неге Қытай жау? Неге Қытайды қауіпті деп отыр? Бұл жердегі әңгіме басқа. Бұл жердегі әңгіме. Себебі Қытайдың қаншалықты деңгейде Еуропа мен Америкаға дендеп еніп алғандығын Трамп сияқты өмірге кірісіп, бизнесте кірісіп отырып істеген адам болмаса, былай ел түсіне қоймайды. Ол лекциямыз міне, тура осы ақ костюмімді киіп, ана Трамптан сұрап алған қызыл галстогымды тағып тұрып сөйлегем. Трамптан бір күнге ма, екі күнге сұрап алған галстогым, соны ұмыттырып бермей кетейін деп отырмын. Қазақпыз ғой. Бірдеңке сұрасақ өмірі қайтармайтын қазақпыз. Мына лекциямды тыңдасаңыздар, түстен бұрынғы сағат 10:41. Ал осы лекциям астанасы Вашингтонда 18-ші Ақжейде ақ костюм шалбар, мына Трамптан сұрап алған қызыл ала галстук. Осы лекциямды тыңдасаңыздар, мен бұл мәселеде мен көп нәрсе айтып қойдым. Бұл өзі қысқа нұсқа, өзі бір-ақ сағат сөйлеген лекциям. Сонда көп нәрсенің мәні, мағынасы айтылды. Енді бір қысқаша жаңағы Зеленский туралы айтты. Яғни, ойбай, Украинаны Трампша лақтырды дейтін кісілерге міне түсіністікпен қарауға болады. Келлог пен Зеленскийдің келісімінен ақ түсінсеңіздер болды. Екі елдің ортасында шешілмей жатқан бір нәрсе сирек кезігетін жер элементтері мәселесі. Бұл сирек кезігетін жер элементтері мәселесі тағы да Қытайға барып тақалады. Себебі жер шарында сирек кезігетін жер элементтерін қазатын және өңдейтін, өндіретін, сосын оны таза, толық тауар күйінде экспортқа шығаратын бір ел бар, ол Қытай. Американың ол технологиясы Қытайдан жоғары. Американың жерінде де сирек кезігетін жер элементтері бар. Бірақ олар оны қазбай болашаққа сақтап отыр. Қытай соның бәрін алып қойған. Гренландта сирек кезігетін жер элементі бар жердің бәрін Қытай сатып алып қойған. Еуропаның жаңағы ғарыш мекемесі, Америка ғарыш мекемесі, жоғары деңгейде әскери технология, IT технология, бәрі Қытайдан келетін сирек кезігетін жер элементтеріне тәуелді болып тұр. Бұны ағылшын тілінде РС дейді. Қытайша хиту дейді. Орысша білмеймін, орысша редкі земле бірдеңке дейді. Орысша солай. Орысша менің ойымда енді. Білетіндер астында жазыңыздар. Мен орысша білмеймін, білгім де келмейді. Путин аяғыма бас ұрып, Секебай, орысша сөйлесі, жаным, күнім, 100 миллион рубль берем десе, ойланбаймын. Паш деп айтам, болды. Ал міне, бұл сирек кезігетін элементіңіз жер бетіндегі өте сирек кезігетін элементтер, оның көбі радиоактив элементтер, жаңағы сезий, анау-мынау деген сияқты. Оны керіп, Google-ге кіріп жазсаңыздар болды. Оны алуда қиын, қазуда қиын, сақтауда қиын. Ол үшін біраз жаңағы не дейді, редкі землені элемент, сондай бірдеңке. Ал енді қараңыздар. Бұл жерде, Украинада, дәл қазір Ресей басып алған жерде со бәле бар екен. Сирек кезігетін жер элементтері бар екен.
Көрдіңіз бе? Бұл Америка керек. Бірақ Американың Украинаға берген көмегін, бұдан бұрынғы көмегінің бәрін қандай? Шартсыз, қайтарымсыз көмек ретінде алыпты да Украина. Америка бүкіл жер шарының жаңағы қормалы, қорғаны басқалқасы екен де. Бірақ Еуропаның елдері Украинаға берген көмегінің бәріне баламалас кепілге біраз контрактілерді ресми, бересми қол қойып отыр. Еуропа алаяқ болып отыр ғой. Көрдіңіз бе? Еуропа алаяқ болып отыр. Еуропа, Германияда, Францияда алаяқ, оның басшылары да алаяқ, оның анық шыны керек, осыны түсін. Сонда Трамп айтады, сендер көмектесесіңдер, және бізден аз көмектесесіңдер. Бірақ сендер көмектеріңді ертең Украина бірдеңе қайтаратын болып, бір келісімшарт қол қойыпсың. Әйтеу, немерең болмаса да шөбереңді Украина қайтарады екен. Бірақ Америка ондай бір бет келісімшарт жоқ, далаң етіп, далақ етіп, алдына түсіп, ойбай, жаным Украина, күнім Украина, не болып қалдың ойбай Украина деп көмектесіп. Ал Трамп деген тиынның тесігінен өтіп кететін саудагер ғой. Ол қарап отырса, ана жақтағы Германиясы бар, Франциясы бар, Италиясы бар, Испаниясы бар, Англиясы бар. Бұлар деген енді әшейін қатып алған көмек те Американың көмегіне жетпейді. Бюджеті Американың бюджетіне қосындысы жағынан тең. Бүкіл Еуропада Американың 100 мыңнан артық әскері тұр. Не оның суын көтермейді, асын көтермейді. Оның бүкіл шығынын Америка көтереді. Бүкіл Еуропаны қауіпсіздігін Америка сақтайды. Еуропа бір тиын төлемейді. Ал бірақ Еуропа ол салықтан түскен табысының бәрін бақытты баяшатты өмір орнатуға жасайды жаңа. Кеше жолдың шетіне бордюр орнатса, биыл қазып алып, бордюрды қайтадан жаңа бордюр орнатқан сияқты. Мысалы, Қазақстанда алдымен жол салады. Содан жолды қопарып тастап, астынан жылу өтетін құбыр салады. Одан оны қайтадан жолды салады. Одан қайта қопарып тастап, ойбай, бұның астынан газ өткізейік дейді. Одан оны қайтадан дұрыстап бетін жауып қойды. Одан қайтадан ойбай, су өткізейік деп суды салады. Міне. Неге? Ақша жасап отыру керек, әкімдер. Ана мен баяғыда мына неде тұрдым? Алғаш 2000 жыл келе сап, Розыбәкки Темірязбада тұрдым. Одан кейін ана қазіргі Меганың артында үй алып, сонда тұрдым. Мега, қазіргі мұны Алматыдағы анау Розыбәкки Әл-Фарабидегі Мега бар ғой, сол жерден үй сатып алдым. Сонда тұрдым. Сонда о кезде ана жаңа үйлер жоқ кез. Анау білмейме. Айда бір троллейбустар ма, бірдеңе, бір соңғы бекеті бар бір жер бар еді ғой, сол жерде қалың бір биік ғимараттар болушы еді ғой, сол есімде қалмай қапты әуел. Міне. Бұл жердегі әңгіме неден шығып кетті өзі? Мына адамдарға көмектесу дейтін нәрсе бар да. Сол кезде біз ойбай біреу баласын жібереді Қазақстанға, біреу қызын жібереді, біреу ұлын жібереді. Алдына түсіп көмектесетіміз ғой, шапқылап, ойбай, біздің үйімізде деген бытқып, жаңағы аяғын жумай шуаш сасыған оралмандар жататын жағы. Сол мен үй алып қысам, ең соңында бетің жүзің деме, аяқтарың жуыңдаршы дейтін мен енді. Аяқтарың жуыңдаршы, мен күніне 5 уақ жуамын, дәрет алам, намаз алам, жуыңдаршы аяқтарыңды деп айта салатын. Жаңағы жүгіріп, жарым жыл жатқызып, ықтияр қаттығын, азаматтығын алып берген туысыма аяғыңды жумапсың, аяқтарыңды жуып жатсыңдаршы дегенім үшін ең соңында жаман болып, қысқасы өмірі көрместей болып, сол, құдай біледі, осы Жаңераның 25 жылына дейін сол туысым мен сыртымнан жаңағы ракетасын атып, қарғыс дұғасын оқып жатқан болу керек. Оның баласын оқуға түсіргенім, аш-жалаңаш жаңа Қазақстанға келіп, қымбатшылықта жаңағы бүкіл әкелген ақшасы бір аптадан таусылғанда жарым жыл, бір жыл баққаным, ол бір тиын. Аяқтарыңды жуып жатыңдар дегенім үшін бітті, қарғап жатыр. Сонда Америка былай да, Америка сол кездегі мен сияқты да, алдына түсіп жаңағы
Кім бар бітті дігідік деп жаңағы қолынан жетектеп алып казгуге политехке апарып мұғалім жалдап өз ақшама математика үйретіп әдебиет үйретіп дігідік деп шапқылап ойбай жаңағы не бір содыр сотанағын жібереді ғой. Мал болмайтын, адам болмайтын Қытайдың өзінде жүргенде мал болмаған баласын бізге жібереді ғой, адам қылшы деп. Соның бәрін адам қылып жібердік біз. Адам қылып жібердік. Америка сол кездегі мен сияқты да. Біз көмек керек па, көмек керек емес па? Сенің мына балаң адам бола ма? Білмеймін, мен енді Дубайға қыдырып келейін деп едім, енді өздерің не қылса енді нетерсіңдер енді деп сыздап бізде Дубайға кетіп қалсақ кетеміз ғой. Ойбай, қазақ болайын деп Қазақстанға кепті деп дігідік шабамыз ау алдына түсіп ап. Көктөбесіне де апарамыз, Шымбұлағына да апарамыз, Түркістанына да апарамыз, Астананы көрсетеміз. Алматыда бина жоқ екен деп қойды. Бина деген ана сарттың сөзі, ғимаратта бина деп қойды. Биік биналар жоқ екен десе, ойбай мен саған биік бина көрсетейін деп дігідік деп Астанаға апарып жаңағы көрсетіп батамыз да. Ол әшейін өлігін артып жатып алады бізге кеп. Біз көрсету, қыдырту бізге тегін, біздің мойнымызға жаңағы іліп қойған да бұлай. Америка сондай болып тұр да. Америка сондай. Еуропада 100 мың әскер тұрады екен. 100 мың әскер тұрады екен. Оған о жындылар барып, айында жылында бір соғымға шақырып, ойбай, біздің жерімізді қорғап жатсың ғой енді. Біздің ұлдарымыз жаңа құлағына сырға тағып қыз-теке болып жүр. Біздің қыздарымыз еркек болам деп, еркек шора болып жүр. Сендер енді аққар көкмұзда табандарыңнан сүзетіп жүрсіңдер ғой деп, не соғым басына шақырмайды екен. Бір сорпа су ішіп алыңдаршы деп, оны шақырмайды екен. Оның бәрін шығынын Америка көтереді екен. Енді Трамп ызаланды. 20 мың әскерімді шығарам деді. 20 мың әскерімді шығарамын деді. Міне, көрдіңіздер ма? Еуропаны бұтқа жіберді. Міне, көрдіңіз ба? Еуропа шошып кетті енді. Енді не істейді? Америкаға олардың бәрін орыстан қорғап отыр. Трамптікі жан керек па, ақша шығар деді. Сенің балаң қаңғып шетелде жүреді екен. Есі дұрысы ғылым зерттеп, байлықты көбейтем деп, есемесі жаңа қыз-теке болып жүреді екен. Менің 100 мың ер жүрек азаматым сенің жеріңді қорғайды екен. Қатын жоқ, бала-шаға жоқ, атана көрмей, айдаладағы атасы басқа иті қарағасқа Еуропаның жерін қорғайды екен орыстан. Ал сен жүреді екенсің менің жауым Қытай менен дос боп, одақ боп, менің бір көлігімді алмайсың, Қытайдың бүкіл көлігін кіргізесің. Сенің бүкіл ана Францияның жаңағы олөрі алмады, ана маркалар бар ғой. L'Oreal алмады, қандай білмеймін, мен марка білмеймін. L'Oreal алмады, немене Dior ма, бәрін Америка кіріседі. Бүкіл Еуропаның ана бай бақыландар тұтынатын қымбат өнімдер бар ғой, әйелдер тұтынатын ана боқша, сумка, киім, кешек, марка киім, оның бәрін Америка тұтынады екен. Бірақ Американыкін олар алмайды екен. L'Oreal, L'Oreal. L'Oreal, ой, елдің бәрі біледі екен ғой, менен басқа елдің бәрі біледі. L'Oreal. Кешем алдың күні сол L'Oreal'ды көрдік. Бұл L'Oreal'ыңды да баяғыда сол Гитлерді қолдаған бір шалдың зат екен ғой, содан о шал өлгенде жалғыз қызы қап, сол жалғыз қызына мұраға тастап, ол жалғыз қызы бір қыз-теке еркекке тиіп, онысы өліп қалғаннан кейін тағы бір қыз-теке еркекке нетіп, одан оны жаңа бұрынғы қыз-теке байынан бір қыз туып, онымен соттасып, себебі ана қыз-теке екінші қыз-теке байына бәрін жазып